Алғаш осы видео түсіріп бастап жүргенімде, видеоблогтар түсіріп, білесіздер, уже 3-ші жыл кетіп жатыр. Алғаш видео түсіргенде алғашқы видеолар 60-100 мың просмотр, 6 мың, 7 мың, 10 мың, 15 мыңдықтар бар, 20 мыңдықтар. Кіріп көрсеңіздер болады. Қазір соңғы кезде рейтинг төмендеп жатыр. 300-400 просмотр, 500 мыңға жетпейді. Кейде соған өзім рейтинг төмендеп жатыр, ешкім қарамайтын болды деп сөйтіп өз-өзімді жеймін. Бірақ бір жақтан мен бір звезда емеспін, мен бір артист емеспін, күн көре алмай қалатын деп. Бір жақтан қуану керек, себебі кажется бір кездері айтқан болатынмын мен, Америкаға ешкім бармай қойса не істейсің деген секілді сұраққа, енді жұмысым бар ғой деген секілді. Бір жақтан енді қуанам, өзімнің жұмысыммен айналысам. Егер Қазақстанда жалақы жоғары болып, халықтың әл-ауқаты дұрысталып, Америкадағы жаңағы сағатына 15-20 доллары жалақы ол, Қазақстанда да сондай табам деп жақсы болып жатса, әрине қуанасың. Может, сондай да болып келе жатқан шығар деп кейде рынокты зерттеймін. Неге нормально зарплата көптеген елдерге қарағанда неге осындай нәрсеге сұранып түсіп қалды деген секілді. Может, карантин да әсер етуі мүмкін. Білмеймін енді не алатын бұндай нәрселерге. Лайкты басыңыздар деп жатырмын кейбір видеоларда. 150 лайк болып жатыр. Бірақ просмотр 600-ақ просмотр, постоянно сол 150-200 адам лайкты баса беретін. Мен түсінгенім лайк, комментарий ешқандай просмотрға, рейтингке әсер етпейді. Алдында да осыны зерттеп көргім келді. Өзім Amazon магазиндегі кепкаларды сыйлағым келді. Комментарий жазыңыздар дедім. 100-ден аса комментарий жазылды бұл жерде. Обычно бір видеоларында бар, 6-7 просмотры бар. Комментарий 18-ақ, 20-ақ комментарий, бір 50-ақ лайк шығады. Короче, бәрі өтірік нәрсе. YouTube-тағы лайк басу, комментарий басу деген секілді. Білмеймін. Бір жақтан енді одан бірақ ләззат алам. Бір үйлер кіргенде, Абидің несінде лайктары жақсы екен ғой деген бір сөз айтса деген секілді. Мен осы нәрсені күтіп едім негіз. Бұрын жұмыс тауып бер деп бүйтіп хабарласып неғып жататын еді. Соңғы кезде өздеріңіз көрсеңіздер де видеоның барлығы жұмыс емес, тек қана виза туралы болып кетті. Себебі самая главная проблема ол виза. Визаның темасын көпшілігі сұрайтыны сол. Себебі уже Америкада қазақтар көбейді, баяғыда емес. Баяғы мен келгенде бір көшеден қазақ көрсек қуанатын едік. Қазір толып жатыр, группалар бар. Біз қазіргі в Америка группаның ішінде ол жерде қанша, бір 30-40 мың адамдай бар. Телеграмда тіркелмегені қаншама ол жерде. Дәл Кореядағы тема сияқты болып келе жатыр ғой. Кезінде, оказывается, Кореяға да ешкім жоқ кезде, қазақтар жұмысқа бармайтын кезде сондай біреулер қымбат неге услуга оформить етіп, жұмыс тауып беріп, одан кейін, оказывается, Кореяға қазір жұмысқа жіберетін фирмалар почти что жоқ. Қазақтардың барлығының ол жерде таныстары бар, достары бар, группалары бар, өздері визаны да қажет жоқ деп айтуға болады. Қазір білмеймін енді карантин кезінде қалай, адамдар барса жұмыс тауып ала береді сондай. Енді Америкаға қазір былай қарап тұрсам, ұстап тұрған тек қана виза екен. Оның өзіне де бір дәуір бітеді, мәңгілік емес. Былай айтсақ, пенсияға кетіп жатқан секілдіміз. Өзімнің дегендер айтқандарымды, нелерімді орындап кетемін. Білгенімше енді айтып жүремін. Сондай нәрсе болып келе жатыр. Кейде бір айтып қоям өзім, сәл бір уақыт өтсе, сіздермен де қоштасатын кезде келетін шығар деп. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні дейді. Қазақ неміс шетелде көп жүрсек те, осы қазақтың мақалдарын көп қолданамыз, өздеріңіз байқайсыздар ғой. Соның сөзі енді қалай вообще қазіргі кезде виза алу керек, не істеу керек? Жалпы екі план бар. Ол мен айттым. Пустой паспортқа келетін болсақ, алдың осы стримді айттым. Қанша процент Қазақстанда одобрение алған, ол 52-де 5%, 57-де 5% одобрение алған, 42-де 5% отказ алған. Бірақ оның
көпшілігі барлығы да деген емес, олар лично индивидуально адамдармен, мысалы бір Қазақстанда, Қызылорда немесе басқа бір, допустим, бір оңтүстік Қазақстан облысына, енді ауылдар көп қой Қазақстанда, сол жерлерге бір кез келген адам келіп барлығы визаға тапсырса, бір 57,2% вероятностьпен виза алады деген сөз емес, 100% отказ алуы мүмкін. Сондай. Сол көбінесе мысалы қаланың, үлкен қала, облыс орталықтары сондайларда одобрение көбінесе жақсы болып жатады. Сондай. Жалпы сол секілді екі нәрсені предлагать етем. Сіздер либо шешулеріңіз керек, бұл кейсті жақсартам деп, жұмыс барлығы жақсы болғаннан кейін, көпшілігі шетелге шықпағаннан кейін шетелге шығу керек. Бұл бір вариант. Екінші нәрсе, кейстардың барлығын жақсартып, жұмыс орнын жақсартып, бүкіл нәрсені істегеннен кейін ешқайда шықпаған болатын болсаңыздар, визаға айттым ғой, расход көп кетпейді, $160 консульский сбор, соны төлеп визаға тапсырып, уақыттарыңызды сынап көрсеңіздер болады. Осы екі жолменен. Сол, енді не дейтін еді, основной енді қазір уклон көріп жатқан болатын болсаңыздар, өзімнің магазиніме, бизнестерге бөле бастаймын. Сол темаларды продвигать ете бастаймын. Білмеймін, просто көреміз енді. Не болатындығын, сондай. Кімде-кім хабарласатын болса, вот әбді сен көмектерің қажет, осындай деген секілді, әрине ешқашан отказ бермеймін. Көмегімді көрсетем. Баяғыда осыны алғаш ашып жүргенде айтам ғой, видеоларым бар. Сол жерде достарымда, бірге оқыған достарым, туысқандарымда Америкада жүрмін, осындай жерде жұмыс жасап жатырмын. Жұмыс табу оңай екен, күн көру осындай екен деген секілді. Визаны осылай алдым деп айтып, оларды шақырып, сөйтіп жүрдім. Кейін оларға виза жасағаннан кейін олар айтады таныстарына, әбдиге жасады деген секілді. Там $100-150 рахметіңді айтып қойсаң, істеп береді саған деп. Сөйтіп басталды бұл нәрсе, сол темаменен әлі келе жатырық. Сондай услуга, соны бір профессиональный сәл деятельностьқа айналдырып деген секілді. Сол. Көптеген енді жұмыс жасаған адамдар кетіп қалды шетелге жұмыс жасауға. Көпшілік адамдар үйреттік, не қылдық, бірақ өздерінің темаларын істеп кетті. Ешкімге ешқандай нәрсе жоқ. Осындай тема. Үйретуден жалықпаймын. Может быть, менде бір жақсы бір темалар, идеялар пайда болып, сіздерге солармен болашақ бизнес идеяларында істеп жататын шығармын. Но мен мысалы өзімді бір YouTube-та көбінесе үйретіп жатады, бір бизнеске үйретіп жатады, бизнес тренер дейді. Ондай нәрсе мен қолымнан келмейді, өйтіп адамдарға сабақ үйрету, өйтіп бүйту, қолымнан конкретно бір не дейтін еді, бір нәрсе істеу деген сияқты жұмыс, сондай нәрселер болып жататын болса, шақырамын. Қызықты темаларым болып жүретін болса, мына Евротур деген бір жақсы болды негізі. Евротурдың барысында ертең бір қызық нәрселер түсіремін, қызық нәрселер не қыламын. Сол жердегі бір темалар бойынша мен ана күні айттым, Қытайға товар алуға барайын деп жатырмын, почти $100,000 оборотқа Америкаға товар сатуға. Сол товарларды барып көремін, және брендинг деген листинг жасау керек. Солардың барлығын істеуге бара жатырмын. Егерде қасымда адам барайын деп жатса, мен өзімнің істеген жұмыстарымды көрсете аламын. Өзінің просто визасын, самолетке билетін барлығын істетіп алсын деген секілді. Сондай темалар ұнады. Может быть, сондай нәрсеменен турлар болады. Галеон турста турлар ұйымдастырып жатырмын. Қолым бос уақыттағы ішіндегі турларға барам десем барам деп айтамын. Сол ең жақын арадағы баратын турым ол январда болады. Барсаңыздар болады. Қазір уже 10 шақты адам болды. Сол барып сіздерге Америка туралы өзім ойларыммен бөлісіп, айтып, успешный кейстарды көрсетіп дегендей, бірге қыдырып, әңгіме айтып, мотивация бере алсам, әрине мотивация беріп сіздерге. Рахмет барлықтарыңызға. Осы уақытқа қоштасып жатқан жоқпын әлі. Бірақ просто қазір қарап отырдым да, қоштасатын уақытқа бір жақындап келе жатқан сияқты болып маған көрінді. Осы уақытқа дейін қаншама кейс жасадым. Өйтіп ондай көп мөлшер болады деп ешқашан ойламадым.
баяғыда бір 5-6 адам істесең әйтеуір ырза болып қуанатын едік. Қазір енді ана профессионально сәл компания тіркеп, команда жинап, сөйтіп сәл углубленно жасағаннан кейін не кетеді, сенде количество кетеді көп. Количестводан уже жақсы результаттар шыға бастайды. Анау күні айттым, осы уақытқа дейін 3000-дай адамның 2000-дай виза алған екен, 1000 шақты отказ болған. Өзі өте жақсы көрсеткіш, барлығына көрсетіп жатырмын, мақтанатын көрсеткіш. Көпшілік айта береді, мысалы 90%, 98% деп ол кісілерге де звондадық, қалай жасайды. Мен түсінгенім, просто барлығы алдай береді, бірақ оның барлығы өтірік. 90%, 98% не ол? Сол барлығы осындай біз көп нәрсе ұйымдастырып, көп нәрсе істеп осы уақытқа дейін, соның арқасында зорға осындай жетістікке жетіп жатсақ, олар қалай ол адамдарға просто келіп иә дей беріп, сондай результат барлығы түсінбеймін. Сол көреміз енді. Рахмет, көргендеріңізге тағы да айтатыным. Саламатта болыңыздар. Жиі бір стримдер айтып отырам, просто так. Любой нәрсеге, темаға қандай нәрсе бастасам да, сол бойынша сұрақтарыңызды сұрай берсеңіздер болады. Сол, ладно. Сау болыңыздар барлықтарыңызға.